Алматыда Аңсар 2014 әдеби байқауының жеңімпаздары анықталды. Білім және ғылым министрлігінің тапсырмасымен қолға алынған сайысқа 14 пен 29 жас аралығындағы шығармашылық иелерінен 300-ге жуық жұмыс түскен. Әлеуметтік экономика мәселесінен бастап, шынайы махаббат тақырыбын қамтыған жұмыстар ішінен қазылар алқасы 50-ін таңдап алды. Жас жазушы номинациясы бойынша екі кемпір әңгімесімен семейлік Қуат Қиықбай топ жарды. Таймас жасөспірімдер журналының редакторы астаналық Айжан Табарака жас ақын атанды, ал жас журналист атағын оралдық Айнұр Базарова иеленді. Ұйымдастырушылардың айтуынша байқау еліміздің қазіргі заман әдебиетін насихаттап, жастардың шығармашылық қабілетін арттыруға бағытталған. Осы байқау ұйымдастырушыларының жалпы қорытындысы бойынша екі кемпір деген әңгімем танылған екен, үздік деп. Ол екі кемпір деген әңгімеміз жаңағы бүгінгі күндегі біздің әжелеріміздің жалпы сонау қарттық жастан асқан қарияларымыздың, ақсақалдарымыздың басына түскен мұңы, олардың өмір бақи, олардың кешкен қасіреті, қайғы қасіреті осы бір кішкентай ғана әңгімеде алақандай әңгіме алып жүкті арқалайды деп мен әрине сенген жоқпын. Бұнандай жүлдеге ілінуі әрине бәрі тосыннан тәмсіл тамшылар деп болашақта кітап дайындалу үстінде соған енгізілуде.